Баршаңызға сәлем, қайырлы күн көрермендерім. Бүгінгі жасайтын тағамым қазақтың ұлттық тағамы беш бармақ ет асу. Ең алдымен сиыр еті бар, свежий, кешегі тұздалған. Сол етімізді жуып алып, қазанымызға су құйып саламыз. Осылай бетін жауып қоямыз. Сосын қайнағаннан кейін көбігін осылай аламыз. Көбігі 2-3 рет алынады. 2-3 рет бетінен көбігін алып тұрамыз. Етті жай отта қайнатамыз. Ол жай отта қайнамаған соң қатты отқа қоймаңыздар. Ет қатып қалады бірден. Жай отта қайнату керек. Осылай көбігін 2-3 мәрте бетіне шыққан соң алып тастаймыз. Сосын жай отқа бастырып, жай 2-3 сағатқа қойып қоямыз етімізді. Жай қайнап тұрады. Оған дейін біз болгар бұрышын, сәбіз және картоп саламыз. Мен 5-6 картоп, 1-2 сәбіз, болгар бұрышы, 1 пиязды салдым. Осылай жай қайнатып қоямыз. Одан кейін сорпасын орта кесеге құйып, бешбармақтың сорпасын алып, сүзгіден өткізіп, орта кесеге суытып қоямыз. Оның ішіне 1 қасық тұз салып, ұнымызды 1 жұмыртқа салып, ұнымызға осылай илеп аламыз. Бешбармақтың сорпасына, қайнаған сорпасын суытып қойып, осылай қамыр илеңіздер. Ол да керемет қамыр болып шығады. Осылай енді қатты емес, жұмсақ емес, орташа жұмсақтықта илейміз, орташа жұмсақтықта. Қатты болмау керек. Осылай жақсылап илеп алып, бастырып қоямыз. 1,5 сағат, болмаса 15 минутқа бастырып қоямыз. Басы бірігіп тұру керек қамырымыздың. Мен 1 зуала иледім. Осылай бастырып қоямыз енді. Қамырымыз өте керемет шығады. Еттің сорпасынан қамыр илесеңіздер, керемет болып шығады. Қамырларыңыз үзілмейді. Енді бастырылған қамырды алып, осылай жаямыз. Осылай жайып аламыз. Ортасын баспаймыз, шетін басып, оқтаумен жая бастаймыз. Осылай жаямыз, шетін басамыз, ортасын еш уақытта баспаңыздар. Ортасы шығарып кетеді да, жан-жақ қалың болып қалады. Осылай дөңгеленіп қамырымыз шыға келеді. Әдемі болып жайылады. Ет асқанда біраз қайнаған соң еттің сорпасын сүзгіден өткізіп, орта кесеге құйып қойыңыздар. Суып тұрады. Сол кезде 1 қасық тұз салып, қамыр илей беруге болады. Осылай дөңгелек болып жайылды қамырымыз. Енді ортасынан кесіп, тамағымызды саламыз қамырымызды. Енді етімізді сүзіп аламыз. Осылай шықты қамыр. Етімізді сүзіп алып, енді қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды саламыз. Дана-дана болып, әдемі болып шығады қамырымыз. Енді қамырымыз қайнады, көпірігі тарқады. Әбден қайнағаннан кейін, көпігі тарқаған соң, 1 мұздай 1 ожау суды құйып қамырымызды аламыз. Осылай дана-дана болып шығады қамырымыз. Өте керемет, дәмді болып шыққан. Осы бешбармағымыз әдемі болып шықты. Ас болсын.